Құрамы қолжетімді болатын, үй жағдайында осындай дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығатын тортымызды жасаймыз. Жасалу жолы да өте оңай. Пешсіз жасалатын дәмді шоколадты тортымызды бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең оңай торттардың бірі. Сіздерге кесіп көрсетемін. Осылай өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Осы тортты жасап көруге сіздерге кеңес етемін, және де жасалу жолымен бірге көрсетемін. Бізде осылай биік болып шығады, және де үзіліп тұратын жұмсақ тортты жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды салып аламыз. Және де қантымызды саламыз. Миксерлейміз. Жай жылдамдығынан бастап миксерлеп аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда көптеген пайдалы оңай рецепттер өте көп. Қоңырауша белгісін басып, каналға кіріп көруді ұмытпаңыздар. Және де сұйық майымызды қосамыз. Миксерлеп аламыз. Массамыз осылай ағарып, көлемі үлкейгенше миксерлейміз. Және де бізге кішкене айран қажет болады. Айранымызға шай қасықты толтырмай ас содасын саламыз. Араластырып аламыз. Және де жұмыртқалы массамызға қосамыз. Біркелкі етіп миксерлеп шығамыз. Шай қасықпен ванильді қант қосамыз. Және де ұнымызды қосамыз. Осылай 1 шай қасық қамыр қопсытқышын да қосамыз. Миксермен осылай араластырамыз. Барлығын бір жерге жинақтап аламыз. Тағы да кішкене ұнымызды қосамыз. 3 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Және миксерлеп аламыз. Бізде осындай қоюлықта шығады. Ал енді осы кіші пиалаларымызбен өлшеп пісіретін боламыз. Осылай ыдысымызға толтырып аламыз. Бізде дәл осы кіші пиаламызбен 4 шығады. 4 бөлікке бөліп аламыз. Баяу отта пісіретін боламыз. Кәдімгі осы құймақтар пісіретін ыдысымызға пісіретін боламыз. Кішкене майлап жібереміз, және де осылай лопатканың көмегімен шет-шетіне жайып аламыз. Бір тегістетіп осылай жаямыз. Және де осыған сай келетін бір қақпағымызбен үстінен жауып қоямыз. Бұл негізінде басқа бір ыдыстың қақпағы болған, сай келетін қақпақтарды жапсаңыздар болады. Бізде осылай үлкен тесіктері шыққан кезде астыңғы бөлігі пісіп шығады. Екінші бетіне аударып аламыз. Екінші беті қатты ұстамаймыз, тез пісіп шығады. Ал енді келесі корждарымызды пісіреміз. Әр пісірген сайын осылай кішкене майлап отырамыз.
Келесі корждарымызды салып пісіреміз. Лопаткамыздың көмегімен осылай тегістеп аламыз. Көлемі осылай бірдей шығу үшін тегістейміз. Қақпағын жабамыз. Дәл осылай тесіктері шыққан кезде келесі бетіне аударамыз тағы да. Төрт коржымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Өте оңай жасалатын торттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей бізде 4 коржымызды дайындап пісіріп алдық. Ал енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге ол үшін сүт қажет болады. Сүтімізді ыдысымызға құямыз. 1 литр сүтімізді құямыз. Және де 1 пиала қантымызды қосамыз. Кукурузды крахмалын 3 ас қасықпен саламыз. Және де ванильді қант қосамыз. 1 дана жұмыртқаның сарысын қосамыз. 1 ас қасық ұнымызды қосамыз. Венчикпен біркелкі етіп, түйіршіктерін қалдырмай араластырып аламыз. Ал енді отымызға қоямыз. Қайнағанша осылай тынбай араластырып тұрамыз. Асты жабыспайтын қалыңдау ыдысқа пісірген дұрыс. Бізде осылай қоюланған кезде отымызды өшіреміз. Және де осылай кішкене 100 грамм творожный сырды ыстық кезінде миксерлеп араластырып аламыз. Ал енді тортымызды жинап шығамыз. Коржымызды қойып, кремімізден осылай 3 жауынан саламыз. Келесілерінде дәл осылай жинап шығамыз. Жинап болғаннан соң креміміз бен осы корждарымыз бір-біріне пропитка болу үшін кемінде 3-4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Неге бізде осылай тұрды, енді қалауларыңыз бойынша сәнде берсеңіздер болады. Шоколадты ерітіп, осылай сызықтар жасадым. Және де құлпынайларды ортасынан бөліп, осылай тортымызды айналдыра қойып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады.
асыл барқыт тортының осылай үгінділерін де сеуіп шықтым. Тортымызға ерекше сән беріп тұр.